Геран гүлін күтімі. Геран гүлін, если сіздер жаз күні болса, күнде суғарасыздар. Әбден анау суды көп қалайды и тез өсетін болады. Если сіздерде мынау сорайып, ұзын болып өсіп, астыда жапырақ болып кетсе, жапырағы жоқ болып кетсе, уже мына жағын кесе беруге болады. Бізде балалар бар, мысалы, мына уже сорайып жатыр, мысалы, бұдан да ұзын болады. Насетін бүйтіп кесіп салсыздар. Болды. Осыны примерно 5-10 минут құрғатасыздар. Су үйінде сасаңдар тамырламайды. Осыны 5-10 минуттан кейін құрғатып тыға саласыздар. Болды, үш тамырлайды. Мынау ескіріп қалады, мынаусы ше. Ескіріп қалғанда мынау көктерін бәрін алып бәрін отырғыздар. Мысалы, біреу, екеу, үшеу, короче, 10 шақтысы бар оның әлде. Соның бәрін алып отырып, мынаны тастай саласыздар. Солардың бәрін отырғызып қойға болады. Гүлге басқан түрі. Иісі енді үйдің иісін тазартатын иіс, ең күшті иіс. Ішкенге зияны жоқ, ішкенге зиян етпейді, негатив ештеңе шақырмайды, көп сөйтіп айтып жатады, но ең күшті гүл. Даже бұл гүлді асырағанда, бұл гүлді өсіргендердің бәрін қайта үйінде таракан, құмырсқа болмайды. Уже мынаусы сарғайды ма, уже бұл уже қайттан көгермейді. Көріп тұрсыздар ғой, көгермейді. Сол үшін мына шетін алып тастай саласыздар. Бұл мына жағы өстіп сарғайып кетеді. Гүл суды если 2-3 күн су құймасаңыздар, мына шет полный сарғайып жаман болып кетеді. И қайттан қалпына келмейді да ол. Сол үшін алып тастай саласыздар түбінен, и жаңасы шығады. Бұны жылына бір рет көңін ауыстырып тұрасыздар. Болды, ештеңе несі жоқ. Суды бүйтіп байқайсыздар. Мына қара нан болып тұр, мына біздікі. Көрдіңіздер, мен қолыма тиіп тұр да. Нан болып тұр да. Если қолым нан болмаса, құрғақ болып шықса, уже сіздер су құясыздар, үстіп білсеңіздер болады, басында үйренген кезіңізде. Негізгі гераның түр-түрі бар. Қызылы бар, қарасы бар, мынандай қызыл светі бар, и мынандай розовый светі бар, сары светі бар. Гераның түр-түрлі светтері бар, и гераның түрлері бар. Мысалы, мынау басқаша тұр, көрдіңіздер ме? И мынау басқаша. Көрді, короче, екі түрі тұр. Негізі мына гераның екі түрі. Мен сіздерге жаңа айтып кеттім, соның екі түрі. Мұнаныңкі гүлі бір нығыз болып, дәу болып өседі, мұнаныңкі әдемі болады. Мұнаныңкі бір 5 болады ғой, бір гүлі ше. Мен осыдан алдын көрсеткен бас жағында. Мен матамға кеп көрсеттім да.